Бисмилля. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдыңғы сабағымызда айттық. Хафса анамызға талақ бергісі келеді. Сол кезде Жибрил алейхиссалам келіп, иә, енді бұл жерде мына нәрсені түсінбеуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам талақ бергісі келуі, жалпы талақ беру деген бұл бір зұлымдық деп түсінуі мүмкін кейбіреулер. Негізі олай емес. Талақ беру деген жалпы бұл зұлымдық емес әр жағдайда. Иә, зұлымдық болатын кезі болады. Бірақ мысал делік, бір кісі, жалпы бұл талақ деген нәрсе шариғатта рұқсат нәрсе, мубах. Бірақ ол себеп болу керек талақ беру үшін, бір үзір себеп болу керек талақ беру үшін. Жайдан жай беру ол болмайды ол. Ол Аллах тағала, мынандай хадис бар. Аллах тағаланың ең жаңағы жек көретін рұқсат, халал нәрселердің ішіндегі ең жек көретіні бұл талақ дейді. Талақ рұқсат, бірақ Аллах тағала оны жек көреді. Аллах тағала оны не қылады? Жек көреді екен, егер ешқандай себепсіз берілетін болса. Енді бұл талақтың жалпы бұл ешқандай зұлымдық емес екендігін. Бұл деген сөз бір талаққа шақырып жатыр, адамдарды ажырасуға шақырып жатыр деген сөз емес. Алла сақтасын. Бірақ әрдайым бұл талақ беру зұлымдық емес екендігін, талақ беру әрдайым зұлымдық емес екендігін дәлелдегелі жатырмыз. Жалпы бір кісі өзінің әйелімен тұрып жатыр. Күндердің күнде әйелі өкінішке орай бір дұрыс емес түсініктерді тыңдап, ортасы дұрыс емес болды ма, сөйтіп бұл әйел дұрыс емес түсінікпен ауырады. Сөйтіп жаңағы орамалын шешіп деген сияқты. Жалпы шариғаттың парыздарын, бұйрықтарын орындаудан қалады және шариғаттың тыйымдарынан тыйылмай сөйтіп жүреді. Сосын бұл күйеуі не қылу керек? Жақсылыққа шақырып жамандықтан тыяды ғой. Әйелін де шақырады. Сөйтіп күйеуі барын салып уағыздап жатыр, насихат айтып жатыр, жай айтады, кейде ренжіп айтады, кейде қаттырақ айтады, түсінсін деп. Жалпы насихат қылып жатыр. Сол әйелінің дұрыстауы үшін, әйелінің дұрыс жолға түсуі үшін барын салып жатыр енді. Сосын бірақ әйелі не қылатын емес, өзгеретін емес, дұрысталатын емес. Сөйтіп енді күйеуі, негізі бұл күйеуіне зұлымдық қой, негізі. Күйеуіне зұлымдық. Ал негізі әйел шариғат бойынша күйеуіне бойсыну керек. Жаңағы Алланың харам еткен нәрсесі болмаса, кез келген нәрседе күйеуіне бойсыну керек. Бұны еркектер айтып жатқан жоқ, бұны Аллах тағаланың өзі осылай міндеттеді. Әйел күйеуіне бойсыну керек. Енді сөйтіп жаңағы әйел өзінің басқа жол таңдап, шариғатпен емес, шариғатпен өмір сүргім келмейді, ондай тиымдармен жүргім келмейді деп, және дағы өздерінің қыздарын, жаңағы ол қыздарыма да орамал кигізбеймін, балиғатқа толса да, ол қыздарымды не ол қараңғылыққа тығып, олар не қызық көрді, өмір қызық көру керек олар, тағысын тағы деген сияқты осындай түсініктермен күйеуі барын салып, қой деп жаңағыдағы насихатын айтып жатыр, тәрбиенің жолдарын жасап жатыр. Бірақ әйелі қайта өкінішке орай не қылып жатыр, артқа кетіп жатыр. Енді не істейді бұндай жағдайда? Еркек жалпы енді барын салып жатыр, әйелі дұрысталар емес. Енді осындай жағдайда керісінше күйеуіне зұлымдық болып жатыр да бұл әйел тарапы. Өйткені әйелі өзінің таңдауын жасап, мен шариғатпен жүрмеймін деп былай не қылып жатыр, таңдау жасап жатыр да өзі. Сосын күйеуі тұрады да осындай жағдайда, осындай пәленкес, сенің таңдаған жолың басқа болып бара жатыр, ал менің таңдауым ол шариғатпен өмір сүру, барымша жаңағы шариғат бұйырған нәрселерді жасап және жасатқызып, және шариғат тыйған нәрселерден тыйылып өзім, және отбасымды да соған бұйыру менің мақсатым. Ал сенің мақсатың, сенің өмірлік ұстанымың басқа болып бара жатыр деген сияқты. Міне осындай жағдайда күйеуі бүкіл жағдайын, бүкіл жаңағы себеп салдарын бәрін жасағаннан кейін, міне осындай жағдайда не қылса, бұл ешқандай әйелге зұлымдық емес. Бәлкім бұл екеуінің екі таңдауды жасауы. Әйелі өзінің жаңағыдай таңдауын жасап, жаңағыдай жолмен кетті.
күйеуі өзінің жаңағы шариғатпен өмір сүруін соны неғып жатыр, соны қалап жатыр. және бұл жерде бұны жаңағы зұлымдық, әйелін тастапты деген сияқты нәрсе айтылмайды. Енді тағы айтамыз, бұл деген сөз бір ажырасуды құптау, бұл ажырасуға шақыру деген сөз емес. Тағы да айтамыз. Иә, онысыны дұрыс түсінуіміз керек. Бірақ қалай болғанда да бұл жаңағы талақ деген нәрсе бұл үкім ретінде Аллах тағала түсірді. Егер сондай бір себеп табылса, ол нәрсеге рұқсат екен жалпы дінімізде. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір себеппен, енді әрине бұл жерде Хафса анамыз олай бір нәрселер жасалды деп, шариғатқа қайшы шықты деп, ондай істер жалпы енді ондай ауыр нелер жасады деп алла сақтасын, ондай нәрсе жасалған жоқ, ондай нәрсе деп айтпаймыз. Бәлкім бір себеппен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам талақ бергісі келді Хафса анамызға, ешқандай зұлымдықтан басқадан емес. Сөйтіп сосын Жибрил алейхиссалам келіп, оған әйеліңе талақ берме, ол өте көп ораза ұстайтын және өте көп түнгі намаздар оқитын жан, және ол сенің жәннаттағы әйелің дейді. Осыдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хафса анамызға мүлдем талақ бермегенін түсінеміз. Және бұл осы хабар бұл Хафса анамызға сүйінші хабар еді, жәннатпен сүйіншілейтін хабар еді. Сөйтіп қала уақиди, уақиди деген кісі айтады, Хафса анамыз Шабан айында 45-ші жылы Муауия радиаллаху анхудың хилафалығы кезінде қайтыс болды деп айтады. Ол кісінің жасы қайтыс болған кезде 60 жаста еді дейді. Екінші бір риуаят бар, уақил, ол кісі Усман радиаллаху анхудың хилафасы кезінде Мәдинада қайтыс болды деп айтады. Міне осымен Хафса анамыздың өмірінен алған үлгілерімізді, ғибраттарымыз аяқталды. Келесі сабақтарымызда басқа кісілердің өмірінен ғибрат үлгі алады екенбіз. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи